Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін бір қамырдан екі пирог дайындаймыз, яғни біреуі классикалық сметанник, екіншісі шоколадты сметанник. Видеоның соңына дейін толық көру үшін каналыма тіркеліп, қоңырау шанын басып, лайк басып қоюды ұмытпаңыз. Алдымен таза ыдысымызға ұнды електен өткізіп саламыз. Үстіне қопсытқышты саламыз. Жақсылап бірге араластырып жібереміз. Үстіне тоңазытқыштан алынған сары майды саламыз. Және қолымызбен жақсылап крошка дайындаймыз, яғни сары маймен ұнды жақсылап араластырамыз. Май міндетті түрде тоңазытқыштан алынған болу керек. Мінекей, дайындап алдық. Шетке қоя тұрамыз. Келесіде 2 жұмыртқаға қантты саламыз. Венчикпен жақсылап қант ерігенше жұмыртқамен бірге жақсылап араластырамыз. Араластырып алдық. Енді осы қоспамызды ұнға қосамыз. Ортасын ашып, мінекей, енді сұйық қоспамызды саламыз. Видеода барлығы анық көрсетілген. Мінекей, енді қолымызбен жақсылап қамыр илейміз. Қамыр өте жұмсақ, сонда эластичный болып шығады. Жақсылап қолымызбен жақсылап мыжғылай отырып, қамыр илеп аламыз. Мінекей, қамырымыз дайын болды. Тоңазытқышқа 10-15 минутқа салып қоямыз. Келесі салмасын дайындаймыз. Таза ыдысымызға қаймақты саламыз. Менде 20-25% қаймақ. Үстіне 2 жұмыртқа саламыз. Қантты саламыз. Осындай ванилин қосамын. Бұндай сұйық ванилин болмаса, аса маңызды емес қосудың. Келесі кукурузный крахмалды қосып, жақсылап венчикпен араластырамыз. Мінекей, түйіршік қалмайтындай етіп жақсылап араластырамыз. Бұл бізде бірінші начинка, яғни классикалық. Келесі қамырымызды тоңазытқыштан шығарып, бірдей теңдей екіге бөліп аламыз. Мінекей, қамырымызды бөліп дайындап қойдық. Келесіде табамызға осы қамырларымызды жайғастырамыз. Мінекей, менде осындай асты алынатын таба, форма. Мінекей, осыған қазір қамырымыздың біреуін жақсылап 1-2 оқтаумен басып жіберіп, кейін формамызға жайғастыра береміз. Ешқандай да қиындығы жоқ, бір қамырдан 1-2 пирог дайындайтын боламыз. Мінекей, осылай формамызға жайғастырып алдық.
начинкамызды құйдық. Мінекей. Енді қызып тұрған пешке саламыз. Пешті алдын ала қыздырып қоямыз. Келесі екінші начинканы дайындайтын боламыз. Дәл жаңағындай барлығын дәл солай қайталаймыз. Қаймақ, жұмыртқа, қант және кукурузный крахмал қосамыз, және осындай шоколадты водяной баняда немесе микроволновкада ерітіп аламыз. Және қоспамызды венчикпен дәл алдыңғы жасағандай начинкамызды дәл осылай жақсылап венчикпен араластырып шығамыз. Шоколадымызды ертіп дайындап қоямыз. Мінекей араластырып болдық. Үстіне какаоны саламыз. Және ерітілген дайын болған шоколадты үстіне саламыз. Мінекей барлығын салып болдық. Енді жақсылап араластырамыз. Бұл бізде екінші начинка, яғни шоколадты начинка болады. Неге жақсылап осылай араластырамыз. Начинкамыз дайын болды. Енді екінші бөлікті қамырымызды формаға жайғастырамыз. Мінекей формамызға жайғастырып алдық қамырды. Енді үстіне шоколадты начинкамызды құямыз. Өте дәмді шығады. Балалар әсіресе шоколадты сметанникті балалар өте сүйіп жейді. Мінекей дайын болды. Қызып тұрған пешке жібереміз. 30-35 минут көлемінде пісіріп аламыз. Әр пештің қызу температурасы әртүрлі болғандықтан 150-180 градустың аралығында пісіреміз. Пісіп болғаннан кейін 2-3 сағат міндетті түрде суыту керек. Әбден суып болғаннан кейін міне осылай ортасын кесіп сұна берсеңіздер болады. Мінекей осындай әдемі болып шығады. Дәмі де өте үйлесімді, жақсы. Келесі шоколадты сметанникті кесіп көрсетейін. Есте сақтаңыздар, міндетті түрде 2-3 сағат суығаннан кейін барып кесіңіздер. Міне шоколадты түрі осындай болып шығады. Мінекей достар, біздің бір қамырдан екі түрлі пирог дайындап шықтық. Бірі классикалық сметанник, екіншісі шоколадты сметанник. Яғни өте дәмді шығады. Дәл осы рецептпен жасап дайындап көріңіздер. Барлықтарыңызға ас болсын.